Қайрат Жолдыбайұлы Кемел адам. 7 бөлім. Асығыстық. Өмірде қандай да бір жетістікке жету жолында көпшілік жіберетін қателіктердің бірі іс тиянақталмай жатып, оның нәтижесін көруге ұмтылған асығыстық. Мысалы, көктемде еккен егіннің жемісін күз болмай жатып, жаздың ортасында көргісі келетін адам тәрізді. Өйткені жеміс әлі піскен жоқ. Сол сияқты күн жылынбай ерте көктемде бақша егіп тастасаң да сол. Жемісті үсік шалып, еңбегің зая кетеді. Астында жатып тұрған от қуаты мен қазан ішіндегі судың көлемі бірдей, бірақ екі қазанның бірі кеш, бірі тез қайнайды. Оның себебі не? Деген сұрақ жауапты естіген боларсыздар. Жауабы да қарапайым. Қашан қайнар екен деп ыдыстың қақпағын қайта-қайта аша берген адамның суы кеш қайнайды. Өмірде де дәл солай. Нәтижеге асығу, қиыншылықтан жалтару, кездескен кедергі табандылық таныта алмау жеңімпаздың сипаты емес. Істі бастап алып қиыншылыққа шыдас бермей, басқа бір оңай дүние іздеп кеткен талай адамды білемін. Ондай адамдар қандай жұмысты бастаса да оңай олжа, бірден елеулі нәтиже күтеді. Жолда кездескен бөгеттерден күреспестен жеңіл жол іздегендіктен әр істің басын бір шалып, берекесіз өмір сүреді. Әрбір саланың өзіне тән қиыншылығы, ұңғыл-шұңғылы, қалтарыс бұлтарысы болады. Соның бәрін меңгеріп үйреніп болғанша талай қиыншылықты бастан кешіресіз. Уақыт өте келе бәрі жеңілдейді, тіпті қиыншылықтың ләззаты болады. Кез келген жетістік жеңіл жолмен келмейді. Олай болғанда жетістіктің қадірі болмас еді. Еңбектенген күрескер мен жатып ішер жалқаудың айырмасы қалмас еді. Қайсы бір ұлы тұлғаның өмірін қарасаңыз, оның күрескер, еңбекқор, қайтпайтын табандылығына куә боласыз. Бұл тұрғыда бүгін адамзаттың игілігіне айналып отырған электр лампасын ойлап тапқан Эдисонның өмірін мысалға келтіруге болады. Ол өз өнімін ойлап тапқанға дейін 10 мыңнан аса тәжірибе жасаған. Зертханасы өртеніп кетіп, бәрін түгелдей жаңадан бастаған кездері де болған. Соңында адамзатты рахатқа бөлеген бүгінгі электр шамы дүниеге келді. Әлемді жаңалықтарымен таңғалдырып, көптеген салаға түбегейлі өзгеріс әкелген Илон Масктың өмірі де табандылықтың жарқын үлгісі. Ол зымыран жасап, ғарышқа ұшырған алғашқы жеке кәсіпкер. Масктың жасаған зымырандары әрі арзан, әрі шағын, әрі тиімді. Ол бар капиталын, шамамен $200 миллион ғарышқа жүк тасымалдайтын зымыранды жасап шығуға жұмсады. Ұзақ жыл әріптестермен бірге ұйқы күлкі көрмей, сынақ алаңында жүрді. Жасаған зымыраны техникалық ақау салдарынан 3 мәрте ғарышқа жетпей, ауада жарылып кетті. Бір жағынан қаржы рәсуалығы, екіншіден досқа күлкі, дұшпанға таба болды. Осының бәріне мойымаған ол 4-ші зымыранын сәтті ұшырып ғарышқа шығарды. Бірақ бизнесті әрі қарай жалғастыруға компаниясында қаржы қалмады. Дәл осы сәтте NASA оған $1,5 миллиард тапсырыс береді. Сөйтіп, Илон Масктың жаңа дәуірі басталды. Рахат пен жайлылық бар жерде тыныштық табылатыны рас. Бірақ бір орында тұра берген судың қандай күйде болатыны мен ағын судың барар жері қандай екенін жақсы білеміз. Бұл ғаламда жайлы өмірден жалыққандар мен алысып жүріп арманына жеткендер бар. Әрине, таңдау әркімнің өз қолында. Бір қызыға қарап жүрген ұлы тұлғалар аспаннан салбырап түсе қалған жоқ. Жақсылыққа ұмтылу, мақсатқа деген адалдық, жетістік жолындағы табандылық оларды шыңға шығарады. Кейде шарасыз күйге тап болатынымыз бар, бірақ барлық есіктер жабылып, тығырыққа тірелу, басқаша жол іздеп, жаңа бағыт табуға сыйланған мүмкіндік екенін әсте ұмытпа. Әр сәтсіздік бізге берілген жаңа күш, жаңа мүмкіндік. Ендеше тәуекелден қорықпа, нық шешім қабылда, жүрегіңді тыңда, өзіңе сен. Өзіңді алып шығар ақылың мен еңбегің екі жақтап. Ұмытылған сәтте қанатыңды серпіп, көкке көтеріле алмай қалсаң, қолыңды бір сілтеп, кер шегінбе. Табандылық таныт, харекетті тастама. Аз аялда да қайта серпіл.
Қыран құс бір күнде биікте қалықтап ұшқан жоқ. Қанатың талса бағытыңды өзгерт, бірақ мақсатыңнан ауытқыма. Қай жолмен жүрсең де мақсатың алдыңда күтіп тұрғанын ұмытпа. Мұны табандылық дейді. Сені жеңімпаз ететін осы табандылық. Уақыт өтті, кеш қалдым демеңіз. Абай 29-шы қара сөзінде қазақ мақалдарының ішінде не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтындары да бар дейді. Сондай мақалдың бірі 30-да орда бұзбасаң, 40-та қамал алмассың деген сияқты шектеу. Өкінішке қарай біздің қоғамда адамдарды белгілі бір қалыпқа, стандартқа бұғаттап тастайтын осы сияқты психологиялық кедергілер жетерлік. Яғни адамдар белгілі бір жасқа дейін жақсы карьера жасауы, ғылыми жаңалық ашуы, кәсіп дөңгелету, тағы да басқа жетістіктерге жетпесе, кейін бәрі кеш дейтін ұғым. Тіпті адам санасына сіңген мөлшерлі жастан кеш қалсаң, сізге уақыты өткен тауар сияқты мүсіркей қарайды. Мұндай көзқарас салдарынан адамның талабы мұқалып, санасы күйзеліске ұшырап, депрессияға түсіп кетуі әбден мүмкін. Нәтижесінде жаңалыққа ұмтылып, тың мүмкіндіктер қарастыруға, талпыныс жасауға, кәсіп үйренуге, ең бастысы өмірін мәнді де сәнді етуге тырыспайды. Мына әлемде 8 миллиардқа жуық адам болса, сол адамның бәрі бір-біріне әсте ұқсамайды. Олардың қабілеті, мүмкіндіктері, өскен ортасы, алған білімі мен тәрбиесі, көзқарасы сан алуан. Сондықтан да олардың белгілі бір өмірлік межені бағындыруға қызығушылығы да әртүрлі болады. Менің айтарым, мейлі қай жаста болсаңыз да өміріңізді бұрынғыдан қызықты, мәнді, мазмұнды етуге тырысыңыз. Ол үшін өзіңізді өзгелермен салыстыруды доғарыңыз. Адам өзін басқалармен қаражат, отбасы, қоғамдағы статус немесе өзге дүниелерге байланысты салыстыруды доғарған кезде жеке басын бақытты сезіне бастайды. Әркімнің түрлі дүниелерге қол жеткізуде өз жолы, уақыты және мөлшері болады. Сондықтан қанша қиын болса да өзіңізді өзгелермен салыстыра бермеңіз. Оның орнына өзіңізге ұнайтын, күшті мотивация беретін нәрселерге көбірек көңіл бөліңіз. Жаңа хобби таңдаңыз. Ол музыкалық аспапта ойнау, әйел адам болсаңыз тігін тігу сияқты бұрын істеп көрмеген дүние болғаны дұрыс. Жаңадан тіл үйреніңіз. Тіл үйрену адамның когнитив қабілеттерін арттыруға көмектесіп, кәрілікпен қатар келетін нейродегенеративті аурулардың алдын алуға көмектеседі. Физикалық жаттығу жасаңыз. Өзіңіздің жаныңызға жақын спорт түрін таңдаңыз. Қай спортпен айналыспас бұрын бірінші дәрігермен ақылдасып алу керек. Сосын кәсіби жаттықтырушы табыңыз. Көбірек саяхаттаңыз. Марк Твен адамдар өлер алдында аз саяхаттағандығына өкінеді деген екен. Мүмкіндігіңіз болмаса, шет елге саяхаттау міндетті емес. Облыс, қала, ауданға көп қаражат талап етпейтін туристік маршруттар таңдаңыз. Кітап оқуды әдетке айналдырыңыз. Кәсіби, жеке дамуға арналған және көркем шығармалар оқыңыз. Кітап оқу адам миының жұмысын жақсартып, есте сақтау қабілетін дамытады. Сапалы курстар мен семинарларға қатысыңыз. Тамақ пісіріп үйреніңіз. Әсіресе өзіңізге бұрын таныс емес, жеп көрмеген түрлі ұлттар тағамдарын пісіріп үйреніңіз. Жас ұлғайған сайын адамның метаболизмі төмендейді. Сол себепті жейтін тағамыңыз мейлінше пайдалы болғаны жөн. Күнделік жазыңыз. Адам жасы ұлғайған сайын есте сақтау қабілеті төмендейді. Ал күнделік жазу, толғаныстарыңызды тұрақты түрде қағазға түсіру адамның есте сақтау қабілетін арттырып, стресс пен депрессияны жеңуге көмектесіп, ментальды саулығыңызға пайда әкеледі. Қамалды кез келген жаста алуға болады. Жаңа карьераны кез келген жаста бастауға болады. Жаңа мамандықты кез келген жаста меңгеруге болады. Қандай да бір себеппен үйленбеген болсаңыз, кез келген жаста өзіңізге лайық отбасы құруға да болады. Ол үшін сіз өзіңізге сенуіңіз керек.
Себебі барлық шектеу біздің миымызда. Егер біз миымызға қолымнан келмейді деген сигнал берсек, онда біздің сәтсіздікке ұшырау ықтималдығымыз арта түседі. Сондай-ақ сәтсіздік немесе қателік міндетті түрде болады. Сондықтан сәтсіздіктерден, қателік жасаудан қорықпаңыз. Жасы ұлғайғанда жетістікке жеткен талай жандар бар. Мысалы, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедке салаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық 40 жаста берілген. Хакім Абай өзінің қара сөздерін 45 жасқа толған шағында 1890 жылы жаза бастады. Табиғи философияның математикалық бастамалары деген атақты еңбегін Исаак Ньютон 44 жасында жазған. Осы еңбек арқылы бүгінгі таңда қолданыстағы инженерлік саланың негіздері қалыптасты. Ахмет Байтұрсынұлы 44 жасында қазақ газетін шығаруды қолға алған. Әйгілі композитор Бетховеннің дәуірлеу кезеңі 35-45 жас аралығы. Ол осы кезеңде философиялық ойға құрылған шығармалар жазды. Ыбырай Алтынсарин 46 жасында Ырғызда қыздар мектебін ашты. Бұл қазақ халқын ағарту жолындағы ең елеулі еңбектерінің бірі. Түрік азаматы Эмин Жандан Құран жаттауды бала кезінен армандап, оған 67 жасында қол жеткізді. Рим сенаторы Марк Катон грек тілін 80 жасында үйренген. Сократ 70 жасында түрлі музыкалық аспаптарда шебер ойнауды меңгерген. Неміс тарихшысы Леопольд Ранке өзінің әлем тарихы еңбегін 91 жасында аяқтаған. Лев Толстой 82 жасында жас жігіттерше шалғымен шөп шабатын. Ол қартайған жасына қарамастан конькиде сырғанап, велосипедте тебетін. Бір аяғымен 40 рет отырып тұратын. Англияда заң кеңесшісі болып қызмет атқарған Арчи Уайт 96 жасында университет түлегі атанып, ел тарихындағы ең қарт студент атанды. Қытайлық танымал кәсіпкер Джек Ма 36 жасында алғаш рет жеке кәсібін бастаған. Қазіргі таңда ол әлемдегі ең бай адамдар қатарында. Рэй Крок 52 жасында Макдональдс компаниясының негізін қалап, әлемдегі ең үлкен фастфуд компаниясының франшизасын қалыптастырды. Джон Стит Пембертон 55 жасында Coca-Cola компаниясын құрды. Гарланд Сандерс KFC ресторандар желісін 62 жасында айналымға шығарды. Араласатын ортаңды өзгерт. Білімді зерек адам болам десең, өзіңді басқаның айнасынан қара. Мәшһүр Жүсіп. Алатын кезде алға озып, беретін кезде артта бұғып қалатын, алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Бауыржан Момышұлы. Түзу бас, тура жолдан теріс аспа, өнерсіз надандармен араласпа. Мәшһүр Жүсіп. Қаншама дүркін басқаша өзгеремін, жаңа тірлік бастаймын. Кеш жатып, ерте тұрамын деп ниеттенген шығарсыз. Бірақ өзгерген түгіңіз де жоқ. Сол баяғы тас қалпыңызда келе бересіз. Өйткені өзгеруге ықпал ететін негізгі фактор ретінде күнделікті достарымыз тұрғанына аса мән бермейміз. Яғни, жылдар бойы бірге жүрген жандардың бейімсіз өмір салтына өзің қалай бейімделіп кеткеніңді байқамайсың. Себебі адамның өміріне бірінші кезекте ең жақын араласатын достардың әсері мол. Солардың ықпалы басым. Жақын араласатын адамдардың мінезі, әрбір сөзі, өмірге деген көз қарасы, іс қимылы, жүріс тұрысы, тіпті нені қалап, нені қаламайтынына дейін біздің түп санамызға сөзсіз әсер етеді. Өйткені адам миында айна нейроны бар. Бұл нейрон адамның көргенін бейсаналы түрде қайталайды. Достарымыздың өмір сүру салтына берілгеніміз соншалық басқа дүниенің бар екенін ұмытып кетеміз. Басқаша өмір сүруді елестете алмаймыз. Арман мақсаттарымыз солардың ой өресі негізінде шектеліп қалады. Әдетте өзімізді жанымызда жүрген жандармен салыстырамыз. Олардың бізден асып кеткен жетістіктері жоқ болса, арқаны кеңге салып, жайбарақат өмірді жалғастырамыз. Ал керісінше, жанымыздағы жақын досымыз үнемі үйренуге, кітап оқып, жаңа нәрселер жасауға ұмтылатын өзгеріске құштар адам болса, онда сіз дамудан қалып бара жатқаныңызды сезіне аласыз.
сөйтіп өзгеріске ұмтыласыз. Бірге жүрген достар тарапынан кез келген уақытта тамақ ішіп қайтайық, бильярд ойнап жіберейік, киноға тарттық секілді жеке жоспарда жоқ шақыртуларға ләббәйләп қалай шауып кеткенімізді өзіміз де аңғармай қаламыз. Бірінің көңілін қимаймыз, енді біреуінің ұсынысы нәпсіңе ұнайды, тағы біреуінің бір рет барғанда не тұр, дүниеге бір-ақ рет келген соң рахаттанып өмір сүрсеңші, ертең істей саласың секілді сұлу сөздеріне алданасың. Жылдар осылай өте береді. Ал сен баяғы өзгермеген күйіңде қала бересің. Мақсатың айда, өзің сайда дегендей. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз, кімді дос тұтып жүргендеріңе аса мән беріңдер, өйткені кісі досының дінінде деп аралас құралас адамдар бір-бірінің өміріне әсер ететіндігіне назарымызды аударған. Досыңның кім екенін көрсет, сенің кім екеніңді айтамын дейтін де қанатты сөз бар. Әзіреті Әли, дүние қоңыз адамдарды дос тұтпаңдар, өйткені олар кедей болсаң қор етеді, байып кетсең қызғанады деп жүрегі дүниеге байланған достан қауіп барын ескерткен. Қазір әлем күрт өзгерді. Адамға жедел ықпал ететін сойқан оқиға көп. Әлеуметтік желіде миллиондаған көз көрмеген танысың, өмірде бір рет бет кездеспеген мыңдаған досың бар. Бүгінгі таңда олардың ықпалы саған қатардағы достардан да ауқымды. Олар сенімен жатсаң да, тұрсаң да, тамақ ішсең де үнемі бірге, суретпен, сөзбен, видеомен саған дереу ықпал ете алады. Бейне бір шайтанның адамды оңынан, солынан, алдынан, артынан адастыруға әрекет ететіні сияқты түрлі мессенджерлер, желілер жан-жағыңнан әбден қоршап алған. Олар ойыңды өзгертіп, санаңды сансыратуда. Белгілі бір уақыттан кейін сен де солар секілді ойлап, солар тәрізді күлетін, соларға ұқсап кейініп, солар сияқты өмір сүре бастайсың. Жылт-жылт етіп, үнемі шыға келетін арзан әзіл, қысыр әңгімеге қарап, миыңды бос нәрселерге толтырумен өмірің өтіп жатыр. Сондықтан әлеуметтік желіде кім көрінгеннің парақшасына жазылу қате. Кімге жазылатыныңды әбден зерттеп, зерделеп барып шеш. Пайдалы ақпараттарды бөлісетін, өмірлік мәні басым, жасампаз жандардың парақшасына жазыл. Мәулана Руми, аралас құралас адамдарыңа, жақын достарыңа мән бер. Өйткені бұлбұл гүлге, қарға күлге жетелейді деп бекер айтпаған. Ешкімге, тіпті қара бастарыңа пайдасы жоқ жандардан алыс жүр. Бұл жайлы мәшһүр Жүсіп атамыз. Сырты түгіл үйірілсін ішіменен, кісілігі жоқ жанмен үйір болма. Жолдас болсаң жолдас бол кісіменен, пайдасы көпке тисе әне кісі. Ұлғаяр өрге басып оның ісі. Бір құлқын тамағынан құнаспайтын, жаман көп әлде қандай көрінісі деген екен. Жақсы досты қайдан табамын деуің мүмкін. Сен түзеле бастағанда жақсы достар өздері ақ пайда болады. Гүлге қонған бал арасындай айналаңа жиналады. Біліміңді арттыратын пайдалы курстарға қатыс. Сапалы семинар, керемет коучтардан құр қалмауға тырыс. Көбінесе ондай жерлерге өздерін жақсы тарапқа өзгерткісі келетін, дұрыс өмірге қадам басқан жандар барады. Міне, бұл жақсы дос табу үшін саған керемет мүмкіншілік. Ондағы өзіңе ұнаған адамдармен жақыннан танысуға әрекет ет. Қарым-қатынасыңды тереңдет. Жаңа дос, жаңа мүмкіншілік, жаңа өмір деген осы. Өзгеріске құштар достар өзара кітап оқу, спорттық түрлі жарыс ұйымдастыруына болады. Мысалы, WhatsApp, Telegram секілді мессенджерлерден арнайы чат құрып, жақсы іске жұмылдырылу. Мысалы, Құран оқу, салауат айту, спорттық ойын, тағы сол сияқты міндеттемелерді атқаруға топ мүшелері түгел атсалысады. Оның атқарылу жайлы чат арқылы есеп беріледі. Бұлай жасау топ мүшелері өзара ықпалдасуға, бір-бірін демеу тұрғысынан керемет мотивация қызметін атқарады. Күнделікті міндеттемеден жалтаруға мүмкіншілік берілмейді. Өйткені топ мүшелері бір-бірін күнделікті атқарылған істің есебін жіберуді талап етіп отырады. Күнделікті міндеттемені жасамаған кісіге қаржылай белгілі бір мөлшерде айыппұл
немесе спорттық жаттығулар жүктеп отыруға болады. Досыңа опалы бол. Жаңа дос табу деген сөз ескі достарды өміріңнен мүлдем сызып таста деген сөз емес. Тек тірлігіңе кері әсер келтіретін жандардан алшақта, ара қашықтық сақта. Олардың теріс ықпалына түсіп қалудан абай бол дегенді білдіреді. Өзің өзгеріп бойыңда жақсы дағдылар қалыптаса бастағаннан кейін, бұрынғы дос жарандарыңның да өзгеруіне ықпал етуді ойла. Бұл сенің ескі достар алдындағы опалы борышың. Қандай жетістікке жетсең де ескі достарыңды ұмытпа. Қазақтың жорға мінген жолдасына қарамайды, немесе жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас, жаман адамға мал бітсе, жанына қоңсы қондырмас деген мақалдары досқа опалы болуға, құлағанға тіреу болуға шақырады. Бірақ бәрін бірден өзгертемін деу бос әуре. Әуелі өзің жақсы ісіңмен үлгі бол. Жақсы жаққа бет бұруға достарың арасындағы бейімдісін таңдап, өзгеруіне көмектес, қол ұшын бер. Жаңа достарыңмен таныстыр. Оқыған кітаптарыңды сыйға тарт. Пайдалы курстардың есігін көрсет. Олар сенің өзгергеніңді көріп, оған куә болған жағдайда өздері ақ саған ұқсауға тырысады. Жоғарыда адам миында айна нейрондарының бар екендігін айттық. Бұл нейрон арқылы адам көргенін қайталауға бейсаналы түрде әрекет етеді. Мінсіз дос іздеме. Әр адамның өзіне тән әлсіз тұстары, қате әрекеттері болады. Бастысы жақсы жақтары көп, ізгі ойлы, кемелденуге ниетті адамдарды кездестірсең, ондай жандармен дос болудан, жақын араласудан қашпа. Қатесіз дос іздеген адам түбінде доссыз қалатынын ұмытпа. 100 адам өлтірген кісінің тәубесі. 100 адам өлтіріп, тәубе еткен пенденің хикаясын хадис ретінде талай рет естіген боларсыз. Тақырыбымызға қатысты болғандықтан қысқаша тағы бір қайырып өтейік. Ислам діні келгенге дейінгі көне заманда 99 адамды өлтірген қанды қол қарақшы тәубе етіп, қалған өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келеді. Сөйтіп, заманының ең білгір дін адамына барып, жағдайын айтып, 99 адамның қанын мойнына жүктегенін, соған тәубе еткісі келетінін, оның қабыл болып болмайтындығын білгісі келеді. Ғалым адам өлтіру ауыр күнә екендігін алға тартып, тәубе жасаған жағдайда оның қабыл болмайтындығын жеткізеді. Ашуланған қарақшы, ақыры тәубем қабыл болмаса, мені тозақ күтіп тұр екен деп, әлгі дін адамын да өлтіріп, өлтіргендердің санын 100-ге жеткізеді. Алайда мазалаған ар-ожданы оны басқа бір дін ғұламасына алып келеді. Болған жағдайды мұқият тыңдаған дін ғұламасы, күнәң қанша жерден ауыр болса да, Алланың рахымы одан да үлкен. Жаратқан мен тәубенің арасына ешкім бөгет бола алмайды. Шынайы тәубе сөзсіз қабыл болады дейді. Бірақ ол тұрып жатқан ел қатты бұзылғандықтан, онда жүріп дұрыс жолға түсу қиын екенін ескертеді. Өзгергің келсе, ол елден көш, жақсы адамдар мекендейтін жерге бар дейді. Қарақшы ғұламаның кеңесіне құлақ түріп, ізгілер еліне қоныс аудару үшін алыс сапарға шығады. Бірақ тағдырдың жазғанына қараңыз, әлгі кісі жарты жолда ажалы жетіп қайтыс болады. Рухы кімге берілетіндігі турасында рақым періштелері мен азап періштелері арасында келіспеушілік туындайды. Рақым періштелері қайтыс болған кісінің Аллаға шынайы тәубе етіп, ізгілікке бет бұрғандығын, ал азап періштелері болса, әлгі іс жүзінде ізгілік жасамағандығын алға тартады. Оқиғаға басқа бір періште төрелік етеді. Ол қарақшының бұрынғы елімен ниет етіп шыққан ізгілер мекенінің қайсысына жақынырақ жерде жан тәсілім еткен болса, сол жаққа лайық екендігіне үкім кесіп, төрелік айтады. Нәтижесінде қарақшының жан тәсілім еткен орны ниет етіп шыққан ізгілер мекеніне бір қадам жақын болып шығады. Рухы рақым періштелеріне беріледі. Бұл қиссадан түйетініміз, қарақшы тұрып жатқан жерінде бәлкім бітпейтін соғыс жүріп жатуы, немесе кісі өлімі оңай жүзеге асатын басқа бір жағдай болуы мүмкін. Сондықтан ғұлама оның өзгеруіне бөгет болатын бұзылған елден кетіп, ізгілер мекеніне көшуіне ықпал етті. Олай болса, сен де өзгеру үшін ортаңа, дос жарандарыңа мән бер.